Ақша тарту үшін қызыл жастық психологиялық техникасы. Өзіңіз үшін қаржылық жастықты жасауға тырысыңыз, және де тікелей және портативті мағынада. Оны қалай жасауға болады? Өте қарапайым. Өзі сіз дөңгелек немесе таға тәрізді қызыл жастықты сатып алу немесе тігуіңіз керек. Түс пен пішін өте маңызды. Бұл зат сізге ұйықтауға немесе әсіресе сіз жұмыс істеген кезде отыру үшін қажет. Егер кеңседе орындыққа ешкім отырмайтынына сенімді болсаңыз, онда қызыл жастықшаны қауіпсіз орналастырыңыз және жұмысқа кірісіңіз. Егер осындай сенім болмаса, онда үйде жиі отырыңыз. Әсіресе сәрсенбі күні көбірек уақыт өткізу маңызды. Себебі бұл ақша тарту үшін ең табысты күн, Меркурий күні. Ақшаны алып, оларға міндетті түрде қызыл жастыққа жүгіртіп, содан кейін әмияндар, конверттер және сіз өз қаржыңызды сақтайтын басқа да бір тіркеуді ұмытпаңыз.